Сәлем баршаңызға. Бүгін біз 5 айлық бала жайында айтатын боламыз. Бұл біздің Айқын, қазір оған 5 ай. Айқын қазір еңбектеуге ұмытылып жүр. Бұрынғыдай емес, көп деп аунайды. Кішкене көрпеше жатқызып кетсе, уже бір айналып келгенше салқын еденге түсіп кетеді. Сондықтан қазіргі уақытта осындай іші жабылатындай киім кигізген дұрыс. Сөзі бұрынғыдан қарағанда көбейді. Ойыншықтарды ұстап алып айырылмайды. Мамасын жақсы тани бастады. Бұрын менің есімді, даусымды таныса, қазір ұсқыныма дейін біледі. Мен өтіп бара жатсам, бірден жылайды. Маған ал дейді, кетпе дейді қасымнан. Отырғызсаң, үлкендердің көмегімен отыра алады. Бірақ өзім әлі ерте деп ойлаймын. Кішкене өзі отырғанша деп. Бірақ мына тамақ ішетін столға жатқызбаймыз қасымызға. Келіп, бірақ өзі тұрып алады. Міне отырам дейді, алам дейді. Алдына ойыншық қойсаң барлығын лақтырып тастайды. Қолына бір нәрсе берсең жабыса кетеді. Аяғына да салмақ түсіріп, қазір жақсы тұрады. Тік ұстай алады аяғын. Баққаны оның шаш. Қыттай бір жақындап кетсең, шашыңды тартып, айырылмайды сол шаш. Тісі де шығып келатыр. Бұрын 4 айында 2 тіс бар еді астыңғы, қазір жоғарында да 2 тіс шықты. Өте қатты мазасызданды. Осы 2 тіс шыққанда көптеп іші өтті. Тамақ жеп отырсақ бірден тамағымызға жаусады. Сондықтан кішкене береміз, дәмін алады. Кері алып кетсек бақырып жылайды. Бірақ толықтай әлі қосымша тамаққа қоспадық. Әлі емеміз. Бізде осындай жаңалықтар.